Сәлем достар, бүгін сіздермен Марс планетасына шолу жасайтын боламыз. Достар, видео басталмай жаттып, арнаға жазылып, видеоға лайк басып кетейік. Сіздер үшін 1 секунд, мен үшін 1000 оқырманға апаратын жол. Марс қаншалықты үлкен? Марс күн жүйесіндегі екінші ең кішкентай планета, тек Меркурий кішірек. Осы планетаны өлшеп, оны Жермен салыстырайық. Марс өлшемі: Марстың диаметрі 6792 километр, 4220 миль. Планетаның экваторда айналып өтуі 21326 километр, 13300 миль құрайды. Осылайша, егер сіз сағатына шамамен 100 километр, 62 миль жылдамдықпен қозғалсаңыз, планетаның экваторын айналып өту үшін сізге шамамен 9 күн қажет болады. Марс Жерден үлкен бе? Жоқ, олай емес. Марстың диаметрі Жердің диаметрінің жартысына жуығын ғана құрайды. Ол 12742 километр, 7917 миль құрайды. Сонымен қатар, Марс біздің Айдан шамамен 2 есе үлкен. Оның диаметрі 3474 километр, 2158 миль. Марстың орбиталық кезеңі және айналу кезеңі: күн жүйесіндегі әрбір планетаның өз орбиталық периоды, жыл ұзақтығын анықтайтын, және айналу периоды, күндізгі түнгі циклдің ұзақтығын анықтайтын болады. Марстың күнді қаншалықты жылдам айналып, өз осында айналатынын қарастырайық. Марс құрылымы: Марста орталық ядро, мантия және жер қыртысы бар. Қызыл планетаның ядросы темірден, никельден және күкірттен жасалған. Ол тасты мантиямен және темірден, магнийден, алюминийден, кальцийден және калийден жасалған қыртыспен қоршалған. Марс беті негізінен базальттан тұрады. Марс топырағында темір оксидінің таралуы планетаға ерекше қызыл түс береді. Қызыл планетаның біздің планетамызға ұқсас көптеген беткі ерекшеліктері бар. Аңғарлар, шөлдер, таулар және полярлық мұз қабаттары. Тіпті бұрынғы өзен атыраулары да бар. Олар Марстың бұрын сулы планета болғанын көрсетеді. Марс бетіне адам қолымен жасалған алғашқы нысан Кеңес одағының Маринер 9 мен 1 жылы ұшырылған Марс 2 ұшағы болды. Өкінішке орай, Марс 2-ның планетаға жақындау жылдамдығы тым жоғары болды. Нәтижесінде түсу жүйесі істен шығып, ғарыш кемесі Қызыл планетаның бетіне құлады. Марсқа сәтті қонған алғашқы ғарыш кемесі НАСА-ның Викинг 1 кемесі болды. Бұл ғарыш кемесі планетада 1976 жылдан 1982 жылға дейін жұмыс істеді және 57 мыңнан астам суретті жіберді. Марс атмосферасы: Марстың атмосферасы Жерге қарағанда әлдеқайда жұқа. Ол негізінен көмірқышқыл газынан 95 тұрады. Ал біздің планетамыздың атмосферасы азот пен оттегіге бай. Осылайша, адамдар Марста тыныс ала алмайды. Алайда, 2021 жылдың сәуірінде НАСА-ның Perseverance ровері Марс атмосферасының аз ғана бөлігін оттегіге сәтті айналдырды. Болашақта бұл технологиялар қабілетті болуы мүмкін. Марста 1 жыл қанша уақытқа созылады? Марс күннен Жерге қарағанда алысыра орналасқандықтан, Қызыл планетаның күнді 1 рет айналып өтуіне көп уақыт кетеді. Марстағы 1 жыл шамамен 687 күн Жер күніне созылады. Бұл 1,88 жер жылына тең. Марста 1 күн қанша уақытқа созылады? Марс өз осында Жермен бірдей жылдамдықпен айналады. Осы себепті осы екі планетаның күнделікті циклдары бір-біріне өте ұқсас. Бір Марс күні күн деп аталады. 24 сағат 39 минутқа созылады. Бұл Жердегі бір тәуліктен небәрі 39 минутқа ұзағырақ. Міне достар, сіздермен Марс планетасы туралы ақпараттар алмастым. Назар аударып көргендеріңізге алғыс.